13 қыркүйек күні Астанада Қытайды зерттеу орталығы ұйымдастырған «Бір белдеу, бір жол» екінші алтын 10 жылдық тақырыбында семинар өтті. Іс-шара Пекин Палас Астана қонақ үйінде жайғасты. Семинарға қатысушылар Қазақстан мен Қытай арасындағы «Бір белдеу, бір жол» бастамасы аясындағы ынтымақтастықтың негізгі мәселелері мен болашағын талқыға салды. Іс-шараға халықаралық қатынастар, экономика және құқық саласындағы сарапшылар, сондай-ақ технологиялық компаниялардың өкілдері қатысқан болатын. Семинар «Бір белдеу, бір жол» бастамасына академиялық қауымдастық пен бизнес өкілдері арасындағы үлкен қызығушылық бар екенін көрсетті. Бастаманың екінші алтын 10 жылдығы Қазақстан мен Қытай арасындағы экономикалық, мәдени және саяси байланыстарды нығайту үшін жаңа мүмкіндіктер ашпақ. Сайып айтсақ, «Бір белдеу, бір жол» бастамасы Қазақстанның инфрақұрылымды дамытуға, цифрландыруға және әлеуметтік экономикаға интеграциялануға бағытталған ұзақ мерзімді стратегиясының ажырамас бөлігіне айналып отыр. Семинар жұмысына Астананың жетекші университеттерінің жас ғалымдары мен магистранттарының бастамашыл тобы да қатысты. Магистранттар талқыланған тақырыптар бойынша өз пікірлерін белсенді білдіріп, ойларымен бөлісіп, баяндамашыларға бірқатар сұрақтар қойды. Бүгінгі жаһандық сын-қатерлер дамыған кезде Қазақстан мен Қытай қарым-қатынасы жаңа стратегиялық деңгейге көшті деп айта аламыз. Өзінің тарихи белдеу қайнарын Ұлы Жібек жолынан алған бүгінгі екі елдің арасындағы байланыс «Бір белдеу, бір жол» үлкен концепциясымен жалғасып жатыр. Негізі Қазақстан-Қытай аралығындағы қарым-қатынастың қырлары, векторлары өте көп. Ол негізі бүгінгі таңда Шанхай рухы деген үлкен принципке сәйкес дамып жатыр. Сондықтан да біз Қазақ-Қытай қатынастарының болашақта мемлекеттің барлық дамуындағы көрсеткіштерін, екі арадағы өзара татуластық, өзара сенімдестік, серіктестік қатынастарына ғалым ретінде үн қосқымыз келеді. Бүгінгі таңда екі арадағы көрсеткіштер өте көп. Біздің отандық жоғары оқу орындары қазір Қытай мемлекеттік университетінің көптеген жоғары оқу орындарымен меморандумға қол қойып жатыр. Болашақта Қытай мемлекеті Бейду қаласындағы халықаралық ай станциясының бүкіл әлемдік деңгейде, оның ішінде біздің Қазақстан-Қытай аралығында қатынас немесе пайдалануға үлкен мүмкіндікті беретінін айтты. Одан кейін болашақта Циндао қаласы болашақ Шанхай ынтымақтастық орталығының мәдени орталығы болатын болса, бұл қалада жасыл технология, әсіресе жастарға байланысты, әйелдер мәселесіне байланысты үлкен форумдардың айналысатындығы туралы үлкен мәселелер қойылды. Сондықтан да біз бүгінгі таңдағы Қазақстан-Қытай арақатынасынан мемлекет аралардағы өте тиімді тетіктерді көре аламыз және өте жаһандық деңгейдегі сауда, мәдени қатынастардың оң нәтижелерін беретініне нық сеніммен айтқымыз келеді.